Қазақстанда көптеген адамдарды мына сұрақ мазалайды. Болашақ өрт сөндірушілер мен құтқарушыларды қай жерде және қалай дайындайды? Бүгін біз осы сұраққа жауап беретін боламыз. Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясы өрт сөндірушілер мен құтқарушыларды дайындайтын еліміздегі жалғыз жоғары оқу орны. Мұнда табиғи және техногендік қауіп-қатерге төтеп бере алатын нағыз кәсіби мамандар даярланады. Кадрларды даярлау, қайта даярлау және олардың біліктілігін арттыру саласында академияға үлкен жауапкершілік жүктелген. Академия құрылған уақыттан бастап күн сайын ел қауіпсіздігіне жауапты 6000-дан астам маманды дайындап шығарды. Жоғары оқу орнында бүгінде 500-ге жуық курсант оқиды. Болашақ құтқарушылар мұнда 4 оқу бағдарламасы бойынша білім алады. Атап айтқанда, өрт қауіпсіздігі, төтенше жағдайларда қорғау, азаматтық қорғаныстың командалық тактикалық күштері, өрт сөндіру және авариялық құтқару. Курсанттарды даярлау республикалық бюджет қаражаты есебінен жүзеге асырылады. Оқудың барлық кезеңінде курсанттар формамен, тегін тамақпен, мемлекеттік шәкіртақымен қамтамасыз етіледі. Бірінші, екінші, үшінші курс курсанттары казармалық жағдайда, ал 4-ші курс Көкшетауда еркін түрде тұрады. Оның үстіне оқу міндеті әскери қызметті өтеумен тең, яғни академияны бітіргеннен кейін азаматтық қорғау органдарында қызмет етуге толық дайын боласыз. Сондай-ақ 4 жылдық оқу мерзімі еңбек өтіліне қосылады. 2023 жылы академия алғаш рет қыздарды оқуға қабылдауды бастады. Бұл барлық азаматтар үшін мүмкіндіктерді кеңейту жолындағы жаңа қадам болды. Оқу орны халықаралық конференциялардың, ғылыми жарыстардың және көрмелердің тұрақты қатысушысы. Академияның оқу материалдық базасына жатақхана, дәрісхана, мамандырылған оқу кабинеттері мен зертханалар, кітапхана, авариялық құтқару жұмыстары, өрт сөндіру және төтенше жағдайларды жою бойынша оқу алаңдары кіреді. Бұдан бөлек, академияның тарихы мен жетістіктерін көрсететін өз мұражайы бар. Жыл сайын академия 100 шақты курсантты, соның ішінде Қырғыз Республикасының азаматтарын қабылдайды. Сондай-ақ 20 курсант Ресей мен Беларусь Республикасының төтенше жағдайлар министрлігінің шетелдік мамандандырылған жоғары оқу орындарына жіберіледі. Академияда тек дайындыққа ғана емес, сонымен қатар курсанттарды озық дәстүрлер рухында патриоттық рухани адамгершілікке тәрбиелеуге, ерлік, адалдық пен кәсіби борышын адалдыққа тәрбиелеуге ерекше көңіл бөлінеді. Құтқару міндеті мейірбан жандардың мәртебесі. Төтенше жағдайлар министрлігінің Мәлік Ғабдуллин атындағы азаматтық қорғау академиясының ұраны осындай. Курсанттар әрқашан және барлық жерде осы ұранға сай болуға тырысады. Күзмет.kz білім беру сайты Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің азаматтық қорғау академиясының басшылығына осы ақпараттық материалды дайындауға мүмкіндік бергені үшін алғыс білдіреді.